Директке қандай сообщение көп келеді? Біріншісі, неге видеоларыңды өшірмейсің? Қандай видео? Халық түсінеді. Мен қай камераға қарасам болады? 3 камерада сен үшін жұмыс. Халық түсінеді. Екінші сұрақ көп келетін, Баха Пупер араларыңда не бар? Баха Пупер не істеп жүр саған? Үшіншісі... Жоқ, мысалға сен қазір өз тарапыңнан айттың, Баха Пупер жігітім емес дедің. Досымыз. Ал Баха Пупердің тарапынан қалай? Мысалы, ол саған сезім білдіріп... Оны өзіңіз сұраңыз ондан. Біз енді қонаққа келген адамдарды екінші рет қайтып шақырмаймыз. Бірақ сезім білдіріп ондай болған жоқ па? Жоқ, мен айта кетейін, біраз әңгіменің басын ашайын, бір сөзбен айтқан. Өйткені көбісі қазір әңгіме кетіп жатыр да. Біз жақында ғана Таиландтан келдік бәріміз бірге. Келген кезде момент болды, телефонды өшірдік. Мен айттым, Бақытжан, телефонды өшір. Бүкіл ұмытайық, мына блогерствоның барлығын. Екі адам болып жай, адам болып сөйлесейікші дедім. Өйткені мені де мазалап жүрді қыз басымен болғандықтан. Сенде сезім болды ма? Сезім жоқ. Менде андай түсініспеушілік көп болды. Неліктен ол маған олай көмектесіп жүр. Бақытжан өте андай, қалай айтсам болады, өте жақсы қарым-қатынасы да маған. Айғайламайды, ұрыспайды, сондай жақсы жеткізеді да. Сосын мен өзім де ойладым да, жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды, неліктен олай дедім да. Сен менен не қалайсың деп сұрадым. Ой, Жұлдыз, мен сен еш нәрсе қаламаймын, жай ғана көмектескім келеді. Былай айтқанда менің менеджерім сияқты болды. Продюсер. Продюсер, да. Сол болды, басқа еш нәрсе жоқ. Бақытжаннан да сұрап, өздеріңіз сұрасаңыздар болады. Мен былай қыз басымен ақырындап екінші жаққа отыра салайын. Жақсы, бірінші сұраққа жауап бердік, директке келетін. Екінші сұрақ, видео неге өшірілмейді? Видео неге өшірілмейді? Өйткені ол менің тарапымнан, менің қолымнан келетін дүние емес, біріншіден. Екіншіден, ол жай ғана Қазақстанға таратылған дүние емес. Әлем бойынша үлкен платформа. Оған менің күшім жетпейді, қаражатым да жетпейді. Болды, неліктен өшіре алмаймын. Мен егер де қолымнан келетін дүние болса, мен оны өшіріп, баяғыдан бері үндемей, тыныш қана өмір сүретін едім. Жұлдыз, егер қолыңда мезгіл машинасы болғанда, 5 жыл алдыға, 5 жыл кейін не өзгертетін едің? Еш нәрсе. Барлығы солай қалатын бе? Иә, мен өкінбеймін. Болған іс болды, бояу ісіңді дейді қазақта. Бұл істің болғанынан мен минус болды, я үлкен минус болды өмірімде. Бірақ та менің ойымша қазіргі уақытта бұл үлкен минустан мен плюс шығарып жатырмын. Сондықтан да өкінбеймін, болған іс болды. Сондықтан да еш нәрсе өзгерткім келмейді, маған бәрі ұнайды, бәрі жақсы болып жатыр. Отбасың жайлы айтып бере аласың ба? Табу. Табу тема мен үшін әлі де қозғауға менің дәтім бармайды. Біраз уақыт өткеннен кейін мүмкін бұл теманы ашып айтармыз. Әзірге айтпайсың. Бірақ қарым-қатынасың қалай? Ешқандай қарым-қатынас жоқ. Наурыз айында барлық халық біледі, негізінде айтқам ол туралы. Наурыз айында болған кезде оқиға сообщениялар келді. Содан бастап болды, мүлдем ешқандай хабарласып сөйлескен кезім болған жоқ. Болды. Отбасың Қостанайда? Арқалықта. Арқалықта. Бұлай енді сырттай айтып бере алам, егер де сұрақтар болатын болса. Қандай сұрақтар мысалға? Қайда? Мысалға сенің тарапыңнан ба, әлде не үшін? Енді мысалға көріп отқан адамдар бәлкім түсінуі мүмкін. Егер айтқан болсаң, мен шын айтқанда көрмеген екем. Не себеп соның барлығын, егер қысқа бір сөзбен? Негізінде бұлай алатын болсақ, ата-анаммен менің қарым-қатынасым осы жылы өзгерді деп көбісі ойлайды. Осы оқиғадан кейін барлығы ушығып кетті дейді. Бірақ та ол олай емес, өйткені адамдар тек қана бір ғана жақты көріп тұрды. Толығымен толыққанды 360 градустан көріп тұрған жоқ картинаны. Бір сөзбен айтқанда. Оқуға түскеннен бері, негізі кішкентай кезімнен бастап болды проблемалар отбасымда. Түсініспеушіліктер өте көп болды әкеммен, үйдің жалғыз қызы болғандықтан, бірақ аға мен інім бар. Сонда да кішкене түсініспеушіліктер өте көп болды, солай айтайын. Мен оқуға түскелі бері, Алматыға 17 жасымда. Содан бастап қарым-қатынас суыды екі жақтан. Сол мен сөйтіп, аңдасанда жылына бір рет, біреу қайтыс болса, біреудің туған күні болса, бір той бір бәле болып қалсаны көрсетін болдық. Ал осы ситуациядан кейін мүлдем ым-жым дым жоқ. Қазірде мысалға жазып іздемейді.
Жоқ. Сенде? Менде әбден үйреніп кеткен. Мен 4 жыл болды бір өзім жалғыз өмір сүріп жүргеніме. Жалғыздыққа үйреніп қалдым. Ешкіммен бірге тұра алмаймын. И андай бір сағыныш жоқ да менде. Ата-анам ау, бүйткенде сөйткен деген. Менде де тіпті андай реніш те жоқ. Болады ғой детский, типа обида, боль, травма дейді. Ондай да жоқ. Мен барлығын жібердім. Психологпен бірге жұмыс істедім. Менде ешқандай бір не жоқ. Минус жоқ, соны айтайын. Арқалықта да жалғыз өзің тұрдың? Арқалықта ата-анаммен бірге тұрдым. Негізінде... Осы жаққа келердің алдында? Иә. Арқалықта тұрдым. Бірақ та көбінесе әженің қолында өстім. Папамның анасында.